Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгін мына жерде екі есік, 2 метрлік мынандай замок 196 18 и мынандай ойылып қойылатын топса. Бүгін барынша осыларды қалай ою керек түсіріп көрсетемін, өйткені сұранған кісілер көп еді. Енді барынша әрекет жасаймын осыларды дұрыс түсіруді. Фарид Камал шаблоны база мастер 7 деген. Оның ставкалары дорпрофиға ұқсайды. Дорпрофиткі сияқты. Өте сапасы жақсы. Міне полотно. Мына полотно 39. Астын 39-ға қойдық. Мынаны да 39-ға қойдық мына бетінде. И мына центр дегенге қараймыз. Центрді 39-ға қойдық. Мына центрді. Мына центрге қарайсыздар, 39-да тұр. Екі беті де 39-да тұр. Енді мына ставканы салған кезде бізде мынандай сызықтар бар. Мына ставкіде ортасында осындай сызықтар бар біздің ставкілерде. Осы сыз қарасаңыздар, мына микро упор ағысына қарасаңыздар, 39-ның жартысы 18,5 19-да тұр. 19,5-да тұр мына. 19,5-да тұр. Бұл ортасы шықты енді. Енді мынау фрезерді қойғанда, мынаның размерін алған кезде, мынау замок мынаған сыймай тұру керек, мынаған сыймау керек. Кішкене сыймай тұру керек, сонда кесілген кезде күшті кесіледі. Полотнаның бетіне, мына полотнаның бетінде 1 мм сыртқа шығып тұрса, замок ол әдемі көрінеді. Егер ямаға түсіп кетсе, онда ол бір как будто өзінің размері емес сияқты болып тұрады да, дұрыс емес сияқты болып тұрады. А негізінде под лицо да жақсы болады. 1 мм шығарып істесең на замокты, ол күшті көрінеді. Міне жаңағы кескеннің нәтижесі. Мынау өзінің орнынан 1 мм жоғарыда тұр. Мынадан 1 мм. Қалай әдемі көрінеді сол. Егер төмен тұрса, ол нашар жаман көрінеді, как будто бұл өзінің размері емес, бұл кесілген сияқты болып көрініп тұрады. Сол үшін 1 мм мынадан жоғары тұру керек. Врезной навес мынау 102 екен, 100 емес. Осы микро упораның пайдасы осы кезде болады. Мысалға 100-лік ставка бар, 102-лік ставка жоқ менде. Мынау 150-лік ставканы салдым да, мына 150-лік ұзын ставканы салдым да, қағанын мынау микро упорамен келтіріп алдым. Қаған микро упорамен келтіріп алдым. 102-ге қойдым мынаны. Мен бұны бірден бүйтіп қоя алмаймын. Білмеймін қайтып қою керек. Мен жаймен апарып кесемін де. Мынау полотнадан навес топса деді, ашық-машық осы полотнадан 2 мм шығып тұру керек. Егер под лицо қойсаңыздар, бетпе-бет, бетімен бірдей қылып, ондай шел қалмай қояды арасында. Мына қазір мына жоғары жағын кесіп қойдым. Мына жерде 2 мм жоғарыда тұр. Егер 2 мм жоғарыға қоймасаңыздар, есік пен коробканың арасында шел қалмай қалады. Коробкаға да 1 мм, 2 мм қалдырасыздар осындай. И мына шеті мынамен бірдей болады, міне меткасы. Осымен бірдей қылып қоясыздар, міне метка. Полотнаның бетімен бетпе-бет қылып қоясыздар. 2 мм полотнадан шығарып қоясыздар. Жаңағы врезка бітті, есік те бітті. Бәрін четко қылып салып қойдық. Мына есік врезкасы.
Алматы қаласы тапсырыс қабылдаймыз, шәкірттер қабылдаймыз, установка жасаймыз.